Баршаңызға сәлем, қалдарыңыз қалай? Менің каналыма қош келдіңіздер. Қазақша контентті қолдап, менің салған видеоларым пайдалы болса, лайк басып, пікір қалдыра отырыңыздар және каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Бүгін қойдың құйрық майын шыжғыратын боламын. Ең алдымен қойдың құйрық майын майдалап дәл видеодағыдай турап аламыз. Бұл тұздалмаған құйрық май, себебі бұны біз емдік ретінде пайдаланатын боламыз. Яғни күн салқын уақытта, күзде, қысқы уақыттарда суықтап қалғанда осы майдан арқаға 2 табанға жағып қойсақ, таңға дейін суықталып түсетін болады. Құйрық майдың біз білмейтін пайдасы өте көп. Кезінде ата-бабаларымыз дәрі-дәрмек жоқ кезінде осы құйрық майды қаншама ауруға емдік ретінде пайдаланған. Енді осы туралған майды қазанымызға салып шыжғырып аламыз. Қазанымызға ешқандай май құймаймыз, тек осы құйрық майдың өзін шыжғыратын боламыз. Осылай май шыққанша әлсін-әлсін араластырып тұру керек. Міне ақырындап май шығып келе жатыр. Менің видеоларым ұнаса, каналға тіркеліп қойыңыздар. Міне осылай әбден шыжғырып қуырылу керек. Енді осы бетіндегі шыжықты сүзіп алып тастайтын боламыз. Майын банкаға құйып алып суығаннан кейін холодильникте сақтаймыз. Балалардағы жөтелді басып қақырықты түсіру үшін бірден антибиотик қабылдамай, осыны жарты шай қасық жылы сүтке араластырып берсек болады. Және арқасына жағып қойсақ тез сауығып кететін болады. Міне осылай сақтап қоямыз. Ұнаса лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.